Қосымша тамақтандыру туралы бәйі. Сонымен қосымша тамақтандыру туралы сөйлесейік, қашан, қайда және қалай. Алдымен қосымша тамақтандыруды қашан бастау керектігін анықтап алайық. ДЦО-ның соңғы барлық ұсынымдарына сәйкес қосымша тамақтандыруды енгізу уақыты 6 айлық жастан басталады. Қосымша тамақты тым ерте енгізудің қандай зияны бар? Балада 6 айға дейін асқазан ішек жолы көгіне кек сұйық тағамды, сүтті немесе қоспаны қабылдауға ана дайын болады. Сондай-ақ бұл жаста тілдің итеру рефлексі сақталады. Бұл қосымша тамақтандыруды бастауды қиындатуы мүмкін. Кейін 7-8 айдан бастап қосымша тамақтандыруды енгізу балада аса қызығушылық тудырмауы мүмкін. Сондай-ақ балаға шайнау мен тістеуді үйренуді бастау керек. Мұны неғұрлым кеш бастасаңыз, соғұрлым көп қиындықтарға тап болуыңыз мүмкін. Қосымша тамақтандыруды енгізудің көптеген нұсқалары бар. Ең көп таралған 3 түрі туралы сөйлесейік. Педиатриялық қосымша тамақтандыру. Көптеген оқулықтарда дәл осы қосымша тамақтандыру түрі көрсетілгені құпия емес. Онда бәрі нақты жазылған не, қашан және қанша. Бізде қосымша тамақтандыруды енгізу кестесі бар. Онда баланың жасымен белгілі бір өнімнің грамм саны көрсетілген. Бәрі жаман емес сияқты. Нақты схема, соған сай жүресінде ештеңе ойлаудың қажеті жоқ. Иә, бірақ кемшіліктері де бар. Кестеге сәйкес біз енгізілген өнімнің көлемін тез арттыруымыз керек. Осылайша емшек сүтімен немесе қоспамен тамақтандыру көлемін азайтамыз. Бұл әдіспен қосымша тамаққа көшу бала үшін әдетте кеш жүреді 8-10 айдан кейін. Сондай-ақ баланың қалауы ескерілмейді. Көбінесе оны жалпы дастарханнан бөлек тамақтандырады, сондықтан бала елесектер не жеп жатқанын көрмейді. Педагогикалық қосымша тамақ. Бұл қосымша тамақ түрі соңғы уақытта өте танымал бола бастады. Бұл әдіс әр отбасы мүшесіне бөлек тамақ дайындауға уақыты немесе қалауы жоқ аналарға өте қолайлы. Педиатриялық әдістен айырмашылығы, мұнда балаға жаңа өнім топтарын біртіндеп пюре түрінде енгізбейді. Бірден ортақ дастарханнан тамақ ұсынып, өз қолымен алып, аузына салуына мүмкіндік береді. Артықшылықтары қандай? Бала ата-анасы не жесе, соны жейді. Бала рационында тез арада түйіршіктер пайда болады. Бала әр түрлі тағамдармен және отбасының тамақтану дәстүрлерімен танысады. Бала өздігінен әрекет етуге үйренеді. Сондай-ақ ол не және қанша жейтінін өзі шеше алады. Кемшіліктері қандай? Қосымша тамақтың көлемі көбіне өте баяу артады. Балалар ұзақ уақыт бойы микродозаларда қалып қояды және тамаққа деген қызығушылық тез жоғалуы мүмкін. Ата-аналар бүкіл отбасыға арналған тағам дайындау тәсілдерін қайта қарауы керек. Дәмдеуіштерді, қуырылғанды, ашыны алып тастап, тамақтану қауіпсіздігіне өте мұқият қарау қажет. Темір мен энергия тапшылығының, сондай-ақ тамақтану кезінде тұншығу қаупі жоғары. Табиғи қосымша тамақтандыру. Бұл қосымша тамақтандыру түрі жоғарыда айтылғандардан ерекшеленеді. Себебі балаға жалпы дастарханда тамақ беріледі. Осылайша ол бірден отбасының барлық дәстүрлері мен талғамына үйренеді. Бала тамақты анасының табағынан да, арнайы өзі үшін дайындалған тағамнан да алады. Бірақ балада таңдау мүмкіндігі бар. Ол тағамды ұстап көре алады, өзі жеп көруге тырысады, немесе оны тамақтандырып бергенін күте алады. Мұнда қосымша тамақ енгізудің нақты сызбасы мен граммдары жоқ. Бұл көбінесе аналарға кері әсерін тигізеді. Сызбада 50 грамм деп жазылса, ал бала 20 грамм жесе, көп жағдайда аналар ойындай бастайды. Кесектерге жылдам көшу ұсынылады, бірақ бәрі жағдайға және нақты баланың дайындығына байланысты. Өнімдердің реттілігі. Шынымды айтсам, нақты бір реттілік жоқ. Барлығы нақты отбасының қалауына негізделуі керек. Біз баланы таныстырамыз келетін белгілі бір өнім топтары бар. Олар дәнді дақылдар, көкөністер, жемістер, ет, құс еті, сүт және қышқыл сүт өнімдері. Қосымша тамақта әдетте ботқалардан немесе көкөністерден басқайды деп есептеледі. Осы жолмен жүруге болады, немесе бірінші өнім ретінде, мысалы, авокадо немесе тіпті манго ұсынуға болады, егер бұл өнімдер сіздің ас мәзіріңізде жиі кездессе. Аллергендер. Жақында ғана аллергия тудыратын өнімдерді мүмкіндігінше кеш енгізу керек деп ойлайтын. Бірақ бүгінде бұл шындыққа сәйкес келмей. Баланы аллергиямен неғұрлым ертерек таныспасақ, олардың қарым-қатынасы кейін оңайырақ қалыптасады. Міне ең көп таралған 10 түрді аллерген. Біз баланы осы өнімдермен біртіндеп таныстырамыз.